Сәлем баршаңызға, сіздермен Динара шоколадты пончиктердің рецебімен бөлісетін боламын. Арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңізді өтінемін. Ең алдымен жылы сүтімізге ерітілген сұйық майымызды құямыз. Оның үстіне шекерімізді саламыз. Және венчиктің көмегімен жақсылап араластырып аламыз. Бір дана жұмыртқаны қосамыз. Араластырып, үстіне дрожжымызды салып, тағы да жақсылап араластырамыз. Аздаған шай қасықпен тұз саламыз. Үстіне ұннан електен өткізілген ұнды салып, аз-аздан араластырып, қамыр илейтін боламыз. Қамырымыз жұмсақ, әдемі болу керек. Оны жылы жерге қойып, көтерілгенше күтеміз. Міне осылай көтерілген қамырымызды қолдың көмегімен және оқтаудың көмегімен жайып алатын боламыз. Қамырымыздың қалыңдығы 5-6 мм болу керек. Менде арнайы қалып болмаған соң осындай стаканның көмегімен кесіп алдым. Осылай кесілген қамырларымызды артығын алып, көтерілгенше бетін жауып қоямыз. Көтерілген қамырларымызды ортасын тесіп, қызып тұрған майда екі жағын қызартып пісіріп аламыз. Және де осындай шоколадпен сары майда ерітіп, глазур жасап, бетін әсемдейтін боламыз. Әркім өз қалауыңызша әсемдейсіздер. Мен үйдегі бар затпен әсемдедім. Жасап көріңіздер, балаларыңызға ұнайтынына сенімдімін. Менің арнама тіркеліп, лайк басып, қолдап кетулеріңізді сұраймын. Астарыңыз дәмді болсын.